Саламатсыздар. Міне талдадында Green Lift традиционный бизнесті немесе сервис-центр ұстаудың и работник тікі. Бізде Green Lift'ті білесіздер. Сервис-центр ұстау ол традиционный бизнес, магазин ашу. Ал командамен жұмыс істеу ол сетевой элементі бар. Команданы жұмыс. Қараңыздар. Мен талдадым, доходқа шығу үшін қалай екен. Мысалы, работник болсаң, сен уақыт керек емес, чтобы саған доходқа шығу үшін. Бірінші күннен бастап зарплатаңды уже есептеледі, келесі ай аласың. Сетевойларға көбірек уақыт кетеді басында. Өйткені команда тұрғызғанша, олар дальше адам жинағанша, команда жинағанша уақыт кетеді. Бизнесменде олардан да көп уақыт кетеді. Өйткені ол рабочылар табу керек, оларды контролировать ету керек, оларды қарау керек, оларды управлять ету керек. Оған больше уақыт кетеді табысқа шығу үшін. Міне бірінші сразу қанша уақыт кетеді табысқа шығу үшін. Екіншісі, доход қандай болады. Работникта енді доход көп емес, 250-500 ең көп дегенде, егер команда жұмыс болса, команда жұмыс там $1 миллион бар, алатын ай сайын, оны айтпай қойық. Средний статистика өзіміздің командадағы адамдарды айтайық. Который жұмыс істеді, олар миллионнан 5 миллионға дейін алады. Ал традиционный бизнесменде олар тезірек жетеді, өйткені олар команда керек емес, ол система қойса, олардікі больше доход алады. И үшіншісі, ораторский искусство рабочийға вообще керек емес, ол өз жұмысын орындаса болды. Смотря, егер продажник болса керек. А так, бухгалтер, кассир, тағы басқа, механик, ешқандай ораторский искусство керек емес. И бизнесменға средний керек та, ол қатты керек емес. А вот команда тұрғыз үшін ораторский искусство өте керек. Тағы лимит. Ақшадан лимит қаншалықты бар. Қараңыздар. Работниктің зарплатасы начальникқа дейін өсе алады, солың зарплатасына қалып қалады. Одан артық өсе алмайды. Ал сетевойдікі лимиті бар, бірақ онғы қатты емес, высокий. И традиционный бизнесмендердікі олардікі уже $1 миллиард саналады, сондықтан традиционный бизнесмендер өте ең байлар. Конечно, егер 15 жыл бизнесі служить етсе. План. Рабочылар низкийден айтақ, плансыз жұмыс істейді. И командада, и традиционный бизнес болса, планмен жұмыс істейді. Одан кейін обучение. Рабочыларға кірсе болды, обучение керек емес. И команда жұмысқа да, и традиционный бизнесмендерге обучение өте үлкен керек. Өте көп ақша құртады, чтобы доход көбейту үшін. Одан кейін қараңыз. Вложение денег. Қанша ақша салады? Рабочий аз ақша салады, вообще салмайды, оны теңге ғой. Главное, совещание өтсе болды. Кімдікі команда жұмыста сіз пакет сатып аласыз, сондықтан вложение бар. Почти простой рабочийдің бір зарплатасы. Ал традиционный бизнес миллиондап салады. 10 миллион, 20 миллион, 50 миллион может. Одан да көп. Риск. Қараңыз. Риск и рабочиймен де, и команда жұмыста риск аз. Өйткені сен ақша салдың азақта, сондықтан риск аз. Жоғатып алып, нөлге келесің болды. Ал традиционный бизнесмен минусқа кіріп кетуі мүмкін. Кәдімгідей өкіметке, неге, бүкіліне қарыз болып кетуі мүмкін, банктарға. Өйткені ақша өте көп салды, кейбіреулер кредитке алып.
Потом мотивация қаншалықты керек. Мотивация рабочийларға керек емес, зарплата төлеп отырсаң болды. Әкімдерге өте үлкен мотивация керек. И екеуіне де бірдей енді. Бұл жерде команда жұмыста, традиционныйда, эмоциональный олар көбінесе жұмысын жек көреді, эмоциональныйлар, рабочийлар. И ал традиционный бизнесмендерге средний, оларға қатты эмоциональный, воодушевленный болмау керек. Олар планмен, прибыльді таза цифрамен традиционный бизнесменде. Ал команда жұмыста өте үлкен керек. Мотивация тоже өте үлкен керек. Мотивация екеуінде де болды. Енді мероприятие. Команда жұмыста мероприятие өте үлкен болу керек. Традиционныйда өте көп үлкен керек емес. Рабочийлар вообще жылына 2-3 рет ғана не қылады, мероприятие өте, соған қуанышты. Система жоқ рабочийларда, екеуінде де система өте высокий. Өйткені системаның арқасында олар үлкен табыс көреді. Ең аяғы прибыль қаншалықты аяғында өз салады. Стабильный болады. Рабочийлардікі, даже басқа жұмысы орын ауыстырса да, күштік фирмаға барса кішкене ғана өседі доход. Традиционный бизнесмендікі всегда күшті. Традиционный бизнесмен мен команда жұмысының екеуінікі бір күшті табыс.